Сәлем достар, біз бүгін көлік жүргізушілеріне өте қажетті бағдарлама жасайтын боламыз. Бұл бағдарлама көлік белгілі бір жерге дейін жету үшін қанша литр бензин жағатынын тауып беретін болады. Мен программаны жазу үшін Jupyter Notebook ортасын қолдана берейін, ал сіздер Python IDLE де жаза берсеңіздер де болады. Программаны жасау үшін біз ең алдымен қолданушыдан дәл оның көлігі 100 километрге қанша литр бензин жағатынын сұрап алуымыз қажет. Ол үшін түсінікті болсын да расход деген айнымалы аша салайын да, оған input арқылы енгізейік. Input машинаңыз 100 километрге қанша литр бензин жағады деп қояйық. Жағады десек те болады, жейді десек те болады. Жағады. Одан соң баратын жеріне дейінгі ара қашықтықты енгізуді сұраймыз. Километр деген айнымалы аша салайын. Оны дәл осындай input арқылы енгіземіз. Input ара қашықтықты енгізіңіз. Сұрап алдық. Енді осын есептейтін бізге формула ойлап табуымыз қажет. Мысалға, қолданушының көлігі 100 километрге 9 литр бензин жағады деп есептейік. Қолданушымыз Талдықорғаннан Алматыға қарай жол тартсын. Екеуінің ордасы 268 километр. Осы 268 километрге қанша литр бензин жағатынын тауып алуымыз қажет. Ол үшін мынандай пропорция құрамыз. Былай. X-ті 100-ден біріктіреміз, 9-ды 268-ден біріктіреміз. Енді осы жерден X табамыз. X тең болады. Онда қараңыздар. X пен бірге тұрған сан, ол бөлу амалына кетеді, ал қалған екеуі көбейтіледі. Сонда бізде 268 көбейту 9 бөлінген 100-ге болады. Бізде 268 дегеніміз километр деген айнымалы, ал 9 деген расход айнымалысы. Сонда X айнымалысын ашамыз да мына жерден. Расход көбейтілген километрға бөлінген 100-ге. Осыны экранға шығара саламыз. Print X литр болады. X литр дей салайық. Программамыз дайын, енді қосып көрейік. Машинаңыз 100 километрге қанша литр бензин жағады? 12 литр деп қойын. Ара қашықтықты енгізіңіз. 268 километр. 32,16 литр. Маған Алматыға дейін жету үшін багымда жоқ дегенде 32 литр бензин болуы қажет екен. Осылай достар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.